аштық құрбаны. Болады, мен де мектепте оқимын деп Қасенге уәде бердім. Ертеңіне мектептің табалдырығын аттадым. Қыс ортасы ауа әкем байдан теңдік алды. Бұрынғы малындай 2 есе болды десем, өтірікші болмаспын. Әкем қалаға 10 шақырым жердегі бір ауылға орналасып, мен оқып жүрген соң Қасеннің үйінде қала бердім. Әке-шеше деген қызық болады ғой. Өлейін деп жүрсе де, баласының қамын ойлайды. Ауылға жүретін күні әкем мені оңаша шақырып алып, «Шырағым, жалғыз қалып барасың. Өзіңді күте біл. Қасеннің қасы мен қабағына қара. Қасен адамның періштесі. Қасен сені ұнатады» деді. Қасен сені ұнатады дегенде, жүрегім аттай тулады. Шынында да, солай болу мүмкін бе? Мен аңқаумын ғой. Сезбегенде шығармын. Ата-ана балаға сыншы деген рас қой деп ойладым. Қыстай оқып хат таныдым. Жазу жазарлық болдым. Бұл дәуір менің өмірімнің ішіндегі бақытты дәуір болды. Бұл дәуірді көрем деп мен сірә ойлаған жоқ едім. Көрдім. Арманым біртіндеп орындала бастады. Жайлы жаздың тамылжыған май айын мен гүлдей құлпырып қарсы алдым. Әкем ат әкеліп ауылға қайтатын болдым. Сенен сыр жасырмаспын деуші едім ғой, білесің бе? Барлығында айтып жатырмын. Мен ертеңіне қайтатын болған соң, театрға барып қайтайық деп, Қасен мені ертіп кетті. Қысты күні талай рет театрға барып едік. Түн ортасы кезінде үйге қайттық. Май айының түні маужырап бойды балқытып, мас қыларлықтай. Далада жүргін келеді. Даланы кезіп, тәтті ауасын тойғанша жұтқын келеді. Жүріп келеміз. Түсінбе деп те ойланам. Қасен мені қолтықтап келеді. Мен иығына басымды сүйеп, салмағымды Қасенге салып келе жатқан сияқтанамын. Бұл қалай болды деп ойланам. Бірақ ерсі көріп, бойда аулақ салғым келмейді. Осы күймен таң атқанша емес-ау, өмір бойы жүрсем деп ойлаймын. Мен осы күйді жан тәніммен тілеймін. Қасен қалқам мінезі жақсы ғой. Бетіме күлімсіреп қарап тұрды да, саған бір нәрсе айтсам, ашуланбайсың ба деді. Мен жоқ дедім. Қасенмен қосылдым. Қасенге өмірлік жолдас болдым. Бақыт жұлдызым күле қарады. Бір ұлымыз бар. Қасеннің аузынан түскендей ақ. Атын Октябрь деп қойдық. Екеуміз отырып, өткенді еске аламыз. Кеңес үкіметінің көмегінің арқасында жарыққа шықтық. Білім алдық, адам болып, адам қатарына қосылдық. Бізді адам қатарына қосқан кеңес үкіметі болмағанда, ендігі біздің сүйегіміз жер астында қурайтын еді. Каналым ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.